Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшик ағай, бұл менің YouTube арнам. Егер естеріңізде болса, енді Instagram парақшамдағы оқырмандарымның есінде шығар. Мен Instagramда стористе осы жылдың ең үздік дорамасы қандай дорама болды сіз үшін деген едім. Көптеген дауыстар келді, сонымен бүгін үздік ондығын анықтаймыз. Бұл жерде әрбір орынды айтамын, одан кейін әрине өзімнің ойыммен де бөлісемін дорама туралы. 10-шы орын мен үшін мүлдем күтпеген, ол Қытайдың дорамасы. Первый мороз деген дорама. Осы жайлы оқырмандарым жазған екен, осы дорама ұнады деп. Сондықтан да бұл жайлы менде рилс болған, әрине интернеттен описаниесін оқып алып бөліскен едім, жақсы қаралым жинады. Бірақ өзім көрген жоқпын, сондықтан да ештеңе айта алмаймын. 9-шы орын Триггер деп аталатын дорама. Бұл да өте бір хит болған, өте бір танымал болған дорама. Бірақ мен бастапқы бөлімдерін көрдім да, кейін көрмей кеттім. Білмеймін, маған қатты өтпеді. Бірақ көпшіліктің көңілінен шыққанын, тиктокта ректе көп болған осы дорама туралы өте жақсы білемін. Мүмкін тағы бірнеше бөліміне шыдап, сосын барып көру керек шығар, сол кезде мүмкін қызық болар. 8-ші орын Такси Делюкс 3-ші сезон. 2 сезонда көрдім, өте қатты ұнаған дорама. Бірақ 3-ші сезонның әлі бір бөлімінде көрген жоқпын, өйткені дорама әзірге көрсетіп жатыр Кореяда. 16 серия барлық сериясы шыққаннан кейін барып көремін деп отырмын, өйткені апта сайын күтіп отырғым келмейді. Бірақ әлеуметтік желілерден әрине үзінділерін көріп жүрмін. 3-ші сезонда қызық болып жатқан сияқты. Одан кейін маған өте қатты ұнайтын актрисалардың бірі бар, Чаннара деген. Ол көбінесе жағымды кейіпкерлерді ойнайтын, ал бұл жолы ол жағымсыз кейіпкер дәл осы дорамада, сондықтан да әсіресе сол жағынан маған өте қызық болып тұр. 7-ші орын Не стоило целоваться. Бұл да Кореяда әлі көрсетіліп жатқан дорама. Осы дораманың алдында мен Дорогой Иксті көрдім, одан кейін Гордскульптурды көрдім, Цена признания деген дораманы көрдім де, сонымен андай бір нервный болып кеттім, потому что дорамалардың көпшілік сондай болып кетті да. Одан кейін осы Не стоило целоваться көріп бастап едім. Негізі романтиканың любителі емеспін, бірақ осы дораманы көріп демалып көрдім, сондықтан да өте қызық болып жатқан дорама. Соңғы бөлімдер қалды, қателеспесем. Мен 10-шы бөлімінде қалдым, барлығы 14 бөлім. Сондықтан да келісемін, расында да өте қызық дорамалардың бірі. 6-шы орын Хороший мальчик. Осы дорамаға көп адам дауыс берген екен. Басты рөлдерде Пак Бо Гум, Ким Со Хён және Ли Сани. Расында да өте қызық болған дорамалардың бірі, бірақ ұзақ қылып жіберді. Сондықтан да сол жағынан кішкене скучно болып қалды мен үшін. 12 бөлім болғанда, мүмкін тіпті 10 бөлім болғанда одан да қызық болар ма еді деп ойлаймын. Өйткені анау басты антагонисті бір оңай құтылып кете береді, сондай бір жерлер өте көп болды да. Сондықтан да мен үшін бір норма дорама болды. Бұл дораманы әрине қазақша Сақ-студиядан көруге болады. Қазақша атауы Жақсы жігіт. 5-ші орын Цена признания. Осы желтоқсанның басында шыққан дорама, маған өте қатты ұнады. Ким Го Уин енді өзінің рөлін өте ғажап ойнаған, өте керемет алып шыққан. Мұнда бас кейіпкер әйел өзінің күйеуін өлтірді деп оны айыптайды, сонымен түрмеге түседі. Ким Го Уиннің кейіпкері болған, мен сенің қылмысыңды өз мойныма аламын, бірақ сен бір қылмысты жасауың керек дейді. Содан интрига, соңында қалай болады, күйеу негізі кім өлтірді деп ойлап отырасың соңғы бөлімнен дейін. Тіпті жаңа әйелінің өзінен де мүмкін сол әйел өлтірді ме екен дегенде ой болады. Сондықтан да сондай бір қызыққа толы дорама болды менің өзіме. 4-ші орын Приятного аппетита, Ваше Величество, немесе Шеф-повар тирана. 2 атауы бар дораманың. Мұнда бас кейіпкер қыз қазіргі заманнан бұрынғы заманға өтіп кетеді. Чосон дәуіріне, сол жерде патшаның аспазы болу керек болады. Шынымды айтатын болсам, Юна деген актриса маған аса бір ұнамайтын, ойнаған рөлдері, ол ойнайтын дорамаларды аса көрмеуге тырысатынмын. Әсіресе К2 деген дорама болды, естеріңізде шығар, басты рөлде Джи Чан ойнады. Сол жерде өте қатты раздражать еткен, сол жерде маған өте қатты ұнамаған. Сол жерде Джи Чан пен керісінше үлкен әйел екеуінің ойнағаны больше ұнаған Юнаға қарағанда. Ал бірақ дәл осы дорамада Юна маған өте қатты ұнады, өте жақсы алып шықты. Жылайтын жері болса да, комедияға толы жер болса да, сондықтан да дораманы көрмегендер болса, көруге кеңес беремін. 3-ші орын Дорогой
X көпшілігі дауыс берді осы дорамаға. Осы жылы нағыз бір танымал болған, хит болған, бүкіл Threads болсын, Instagram болсын, TikTok болсын, барлық желілер шулаған дорама болды. Маған да дорама ұнады. Аджин енді прям нервке тиген жерлері өте көп болды. Барлық актерлер өте жақсы алып шықты. Расында да қызық дорама болды. Енді соңын андай қылып бітіргені мен үшін қызық болды. Мүмкін екінші сезонға намек па дейін десем, Ким Джоннан, жаңағы Аджин сомдаған актрисадан соңында сұхбат алады да қалай болды. Сол жерде актриса айтады: все, мен шаршадым бұл Аджиннен, мен Аджинді қолдамаймын, енді бұл рөлге қайтып оралмаймын деп сұхбат береді. Соған қарағанда екінші сезон болмайтын сияқты. Дегенмен де жалпы дорама өте қызыққа толы болды. Қазақша Сақ студиядан көруге болады. Екінші орынды менің оқырмандарым «Когда жизнь преподносит мандарины» дорамасына берген екен. Мандарин маған тоже өте қатты ұнады. Осы жылдың басында шыққан еді. Менің ойымша бұл дорама біздің қазақтарға, нағыз қазақтарға келетін дорама. Дораманы аса көрмейтін адамдар, қазақтар әсіресе, соларға, мысалы үлкен апаларға, әжелерге, ағаларға бір осы дораманы көрсетсеңіздер болады. Өйткені бұл жерде бір қазаққа жақын тақырыптар өте көп қозғалған. Мысалы жаңағы ата ене тақырыбы, келін мен ене тақырыбы. Одан кейін бізде қазақта аталатсаң да боталатпа деген әдемі сөз бар. Бас кейіпкерлер кішкентай баласынан айырылып қалатын жер бар. Бұл сөз дәл сол жерге келеді. Аталатсаң да боталатпа деген. Сондай сияқты. Одан кейін қыз бала, ұл баланы туралы да өте жақсы көрсетілген. Сондықтан да көруге кеңес беремін. Менің оқырмандарымның басым көпшілігі осы дораманы таңдағандарына өте қуаныштымын, өте ризамын. Өйткені маған өте қатты ұнаған өзіме дорама. Сондықтан да көруге кеңес беремін. Сонымен бірінші орын әрине город скульптур, немесе екінші атауы бар слепленный город. Басты рөлде Джи Чан-ук және До Кён Су. Қазақша тауалданғандар Сақ студиядан көруге болады. Толықтай келісемін, осы жылды ең үздік дорамасы болды. Менің оқырмандарымның басым көпшілігі осы дорамаға дауыс берген екен. Дорама шыққалы жатқан кезде де, шықпай тұрып, Джи Чан-укке осындай ұсыныс түсті деген кезде де мен видео түсірген едім. Дорама шыққасында бір 4-5 рилс түсіргенмін. Әрқайсысы әрине қаралым жинаған еді. Сондықтан да өте лайық дорама, өте қызық дорама. Дорама туралы айтатын болсақ, мұнда бас кейіпкерді жазықсыздан жазықсыз айыптайды, сонымен өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Енді ол түрмеде жүріп, қалай болмасын қашып кету керек. Өйткені өзінің кінәсіз екенін дәлелдеу үшін. Арасында да өте қызық дорама болды. Джи Чан-ук енді өзінің рөлін әрине әдеттегідей керемет сомдады. Бірақ мен үшін открытие болған ол әрине До Кён Су, Дио, Эксодағы Дио. Оның бірнеше дорамаларын көргенмін, фильмдерін көргенмін, бірақ бұл жердегі отрицательный рөлді өте ғажап сомдаған. Неге осы жылы шыққан, 2025-те шыққан топ 10 дорама осы болды. Сіздерге қай дорама ұнады биыл? Соны пікірге жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Дорамшик ағай.